Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте керемет дәмді трубочки дайындаймыз. Видеоның соңына дейін көріп, міндетті түрде тіркелуге ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керекті заттар: мұздатылған сарыағашымызға 2 жұмыртқаны және де жарты қасық тұзды қосып, содан кейін алма уксусын, яғни 9 немесе 6% болу қажет. Барлығын қосып араластырып аламыз. Содан кейін бізге керекті заттар: ол електен өткізілген ұн және де салқын мұздатылған сары май. Егер де сары майларыңыз жұмсақ болатын болса, трубочкаларыңыз шықпай қалады. Салқындатылған сары майымызды теркадан өткіздіріп аламыз. Толығымен теркадан өткіздіріп болған соң, май мен ұнның басын біріктіріп араластырамыз. Яғни крошка жасаймыз. Содан кейін жұмыртқа, сарыағаш, яблочный уксус қосылып жасалған массаны жаңағы дайындаған крошканың үстіне қосып, тез-тезден қамыр илейміз. Себебі тез тестамен жұмыс жасамасаңыздар, құрамындағы майы еріп кетеді, трубочкаларыңыз шықпай қалады. Дайын болған қамырымызды жарты сағат көлемінде холодильникқа салып қоямыз. Жарты сағат өткен соң қамырымызбен жұмыс жасай беруге болады. Ең алдымен қамырдың бетіне кішкене ұн себеміз, содан кейін тестамызды жаямыз. Тестамыз тым қатты қалың болмау керек, тым қатты жұқа болмауы керек, орташа болу керек. Егер қамыр қолдарыңызға жабыса беретін болса, кішкене ұн себіп жіберуге болады. Содан кейін қамырымызды жайып болғаннан кейін кесіп, трубочкаға арналған форманы алып, соған орналастырамыз. Дайын болған трубочканың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Содан кейін қызып тұрған пеште 160-170 градуста 20-25 минутқа пісіріп аламыз. 20-25 минут өткеннен кейін трубочкамыз піседі. Содан кейін сразу міндетті түрде трубочканың ыдысынан шешіп алыңыздар ыстық кезінде. Кремін дайындаймыз. Креміне ең алдымен қант ұнтағына творожный сырды қосып, басын біріктіріп араластырып аламыз. Содан кейін 33 немесе 35% сливкиді қосып, тағы да араластырып аламыз. Креміміз дәл видеодағыдай болып шығуы қажет. Крем дайын болғаннан кейін, трубочка толық суығаннан кейін ортасына кремдерін жағып шығамыз. Дәл видеодағыдай. Достар, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің тапсырысқа жасап жүрген трубочкалар дәл осы рецептпен жасалынады. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.